жүре тұрыңдар қыздар. Аналарың 1 сағаттан кейін келет. Жарайды, апай. Көптен бері мектепте осыншалық ұзақ қалмаған едік. Я, талай болды. Онда суретімді аяқтайын. Лала, негізі көбелектердің 2 емес 4 қанаты болатынын білушімен? Білмеппін. Ал көбелектер аяқтар мен тамақтың дәмін көре алатынын ше? Жоқ. Олардың табандарында дәм сезу рецепторлары бар. Сондықтан көбелектер бірдеңенің үстіне қойылғанда Оны жеуге бола ма жоқ па анықтай алады. Сондай-ақ олар тұмсықтарымен гүлдің шырынын сора алады. Түтікшемен ішкен сияқты. Я, бірақ қайдан? Жәндіктер мен олардың достары. Немене? Бүгін ғана осы кітапты оқи бастадым. Иә, тамаша кітап. Табиғаттану оқулығынан әлдеқайда қызық. Жоқ дегенде 4 жұлдыз. Бірақ сүйікті кітабым акулалардың таңғажайып әлемі. 5 жұлдызға лайық. Сөзсіз. Мүмкін емес. Оны басылымнан алып тастады ғой. Қаласаң оқуға берейін. Әрине оқығым келеді. Рахмет. Не болып жатыр? Сен кімсің өзі? Менің атым Бота. Бота көз. Танысқаныма қуаныштымын. Танысқаныма қуаныштымын, Бота. Менің атым Сұлу. Ал бұл менің сіңілім Лала. Дос боламыз ба? Лала, мұның не? Сұлу, мүлде танымайтын адаммен қалай дос боласың? Онда танысайық. Қандай қызығушылықтарың бар? Қандай ойын ойнайсыңдар? Қолыңдағы не нәрсе? Сурет саласың ба? Көрсем бола ма? Мәссаған. Ей, қане? Не болды? Енді ештеңе. Суретінің несі бар? Енді мұндай гүл табиғатта жоқ. Бірақ қапаланба, 3 жұлдызға лайықсың. 5-дің ішінен. Не? Бұл мен ойлап тапқан лала гүлі. Негізі лала гүлдің түрі басқа. Оның күлтелері әлдеқайда аз. Менің айтайын дегенім ол емес. Екеуің бір-біріңді дұрыс түсінбеген сияқтысыңдар. Ботаның меңсегені... Сонда менен күшті салам дейсің бе? Әрине. Мен өсімдіктану оқулығын 5 реттен де көп оқығам. Иә, сен түсіндім. Бұлай істейік. Көбелек салайық. Бәстесейік. Көбелекті кім әдемірек салса, сол жеңеді. Бәстесейік. Ой, бұл... Бітті. Мен салып болдым. Міне, мен де болдым. Қане, көрсет. Ал керек болса... Лала, керемет шығыпты. Рахмет, Сұлу. Қалай? Енді сенің суретіңді көреміз бе? Әрине. Сенімдімін. Онда айтарлықтай еште? Не? Сен алар емеспін. Көбелек түрі сияқты көрінеді. Кім жеңгені түсінікті деп ойлаймын. Иә, айтпаса да түсінікті. Мен. Сен бе? Жоқ, мен. Қайталай бермеші. Меніңше достық жеңді. Жоқ. Бота, энциклопедиядағы сурет емес, ең әдемі сурет жеңеді. О, Лала, уайымдама. Күндердің күнінде табиғат қиялдың көмегінсіз ақ мінсіз екенін түсінесің. Ештеңе етпейді. Бұл ажырамас достығымыздың бастамасы. Мен саған білгенімнің бәрін үйретемін. Ал әзірше лайықты 3 жұлдызыңды ал. 5-дің ішінен. Сен менің досым емессің. Мені де, Сұлуды да жайына қалдыр. Біз сенімен сөйлескіміз келмейді. Ұқтың ба? Бітті. Қай жерден тоқтап еді? Тұмсық па? Түтікше ме? Ой, не болды? Не үшін бұлай еттің? Бота жай ғана бізбен достасқысы келді. Не айырмашылығы бар? Бізге қайдағы біреудің не қажеті бар? Сұлу, қайда кеттің? Маған Ботамен сөйлескен ұнады. Ол көңілді, әрі ақылды. Сондай-ақ жаңа достарын ренжітпейді. Сен сияқты емес. Бота, тоқта! Сұлу! Менің білеуімше олай емес. Бота, тыңдашы, мен біраз ойландым. Енді сенен... Лала, тоқта, ештеңе айтпа. Алдымен мені тыңдап ал. Кешірші мені. Немене? Саған бекер 3 жұлдыз қойыппын. Білесің бе, суретті бұлай бағалауға болмайды. Ол өнердің бір түрі ғой. Сабақтан кейін өзімнен басқа біреудің қалғанына қатты қуандым. Анам көбіне жұмыстан кеш шығады. Жалғыз өзімнің ішім пысады. Және бәлкім ығырларыңды шығарған шығармын. Бірақ менің суретіме 1 жұлдыз қою қисынсыз. Баға мәселесін қайта қарау керек. Бірақ уайымдама, Лала. Бәрін түсінем. Жай ғана ашуға бой алдырдың. Сені кешірем. Білесің бе? Дұрыс айтасың. Ұста. 3 жұлдыз, 3-дің ішінен. Одан да көп қояр едім. Бірақ стикерлерім бітіп қалды. Менде тағы бар. Күте тұрыңдар. Қазір әкелем.
Қане, маған да бір екеуін берші. Маған да. Мен сыпырам. Тима жаным, қалақты ұмытып кетіпсің. Сұлу, неге бүгін бәрі бір түрлі болып жүргенін білмейсің бе? Лала, бүгін қонаққа Бота келеді. Оны жақсылап күтіп алу үшін кішігірім жоспар құрдым. Кішігірім? Әрине, кел көрсетейін. Бота 12-де келеді. 12-онда үйімізді көрсетем. 15 минутта оны отбасымызбен таныстырам. Сосын Тима үшеуміз 1 сағат тығылмақ ойнаймыз. Сосын 45 минут сенімен бірге отырып сурет саламыз. Мен не істеп тұрмын? Ең соңында қазір анам пісіріп жатқан бәлішті жеп шай ішеміз. Қонаққа бару осылай мінсіз аяқталады. Егжей-тегжейлі жоспар құрудың қажеті не? Енді Ботаны қонаққа шақырған кезде ол маған бір хикая айтып берді. Сол кезде Томи мені қонаққа шақырды. Бірақ ол жолы маған онша ұнамады. Жай ғана Томидің бөлмесінде отырдық. Қатты зергіп кеттік. Айтпақшы, содан кейін араласпай кеттік. Сондықтан бәрі мінсіз өтуі тиіс. Осылайша достығымыз сыналмақ. Бота келді, есік ашайын. Сәлем, сұлу, қонаққа шақырғаның үшін. Уақыт жоқ, кет. Мамам мен Тима қонақ бөлмесін жинап болғанша саған өз бөлмемді көрсетейін. Саған бөлмен кең екен. Немене? Мүмкін емес. Не? Тіпті үстел де бар екен. Я, сирек кездесетін зат қой. Айтпақшы, Бота, ауа райы қалай екен? Күн тамаша болып тұр. Жақсы, еркін әңгіме айтылды. Енді тізім бойынша ыңғайсыздықтан арылу үшін су ұсыну керек. Сөйтетін нәрсе бар ма? Тима, сендер үшментайге ғана танысуларың керек. Бұл кім? Мен Тимамын. Танысқан ма? Сен Сұлудың інісісің бе? Сенің шашың неге жасыл? Шүберек неге жасыл? 100-ге дейін санай аласың ба? Әліппедегі барлық әріптерді білесің бе? Сүйікті әрбің қандай, Тима? Маған ең қатты ұнайтыны Тима екеуміз дос болып кетеміз. Жоқ, Тима үшеуміз әлі 27 минут ойнауымыз керек болған. Неткен керемет иіс. Анам бәлішті пештен уақытылы шығаруды ұмытып кеткенде осындай иіс шығады. Мам! Сұлудың мамасы? Кешіріңдер қыздар, Тимамен алысып жүріп бәлішті ұмытып кетіппін. Ол бірдеңеден қатты қорқып, бір қасық тосап бермегенімше қоймай жылады. Уайымдамаңдар, қазір сендерге жаңға қосылған піспен нан пісіріп берем. Сізге көмектессек бола ма? Әрине. Тоқтаңдар, піспен нан пісірсек, Бота Лаламен әңгімелесе алмай қалады. Лала ренжитін болды. Уайымдама жаным, жұмыла жасасақ әп-сәтте бітіреміз. Қане, көңілді болады ғой. Жарайды. Міне, дайын. Алақай! Тамаша, динозаврлар жайлы кездейсоқ әңгімені алып тастасам да үлгеріп жатырмыз. Енді шай ішсек болады. Бота, дәм татсаңшы. Рахмет, жемеймін. Жаңғаққа аллергиям бар. Немене? Неге айтпадың? Жай, жаңғақпен ойнағым келді. Жоқ, енді қайтсем. Уайымдамаңдар қыздар. Менде әрдайым тосап дайын тұрады. Мам, мына тәттіден тағы бар ма? Тима? Тима? Ай! Ой! Лала, сен де осында екенсің ғой. Көргеніме қуаныштымын. Тоқтаңдар, тұра тұрыңдар. Қол аспақ ойнауға әлі ерте. Мама, ол қашан кетеді? Әлі кетпеймін. Сұлу? Сұлу? Тыныштық па? Бота? Кешірші мені. Мен бұлай болғанын қаламап едім. Кешірші, өтінем, менімен араласпай қоймашы. Не? Ай! Бота. Неге араласпай кетеді деп ойладың? Сен менің жан құрбымсың ғой, Сұлу. Тек Лалаға айтып қойма. Томимен араласпай қойдың ғой. Томи? Жоқ. Ол басқа қалаға көшіп кеткендіктен араласпай кеттік. Солай істеуге мәжбүр болдым.
себебі менде смартфон жоқ. Тіпті бүгін болған жағдайда да ма? Бүгін тамаша күн болды. Үйіңді көрдім, отбасыңмен таныстым, Лала және Тимамен ойнадым. Тіпті піспен пісіруді де үйрендім. Қонаққа шақырғаның үшін рахмет. Сәлем балалар. Бүгін маған алма бәлішін берді. Сөйтіп мен қонағымызды қуантайын дедім. Айтпақшы, қонағымыз қайда? Папа, танысып қой, бұл Бота. Танысқаныма қуаныштымын, Сұлудың папасы. Ол қайтып келді. Менің үшінші жан досым болғың келе ме? Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!